Амансыңыздар ма? Арнама қош келдіңіздер. Алтын түсті шамдардың нұры, бокалдар сақталған, ықпалды адамдар күліп ойнаған залды жарыққа бөледі. Олар үшін даяшы Айжан тек шаршаған, бейнесіз, көзге түспейтін бір көлеңке ғана еді. Бірақ оның жанарында қайғы мен күштің тарихы жасырын тұрды. Бай қонақ оны қорлап сөйлеген сәтте зал күлкіге толды. Бірақ кенет тыныштық орнады. Айжан басын көтеріп, қатаң да анық даусымен сөйлегенде, залдағы әрбір адам тоқтап қалды. Сол мезетте қарапайым қыз бір шындықты дәлелдеді. Абырой кез келген байлықтан биік. Жұлдызды сарай қонақ үйі. Зал мәрмәр мен алтынға толып, бай қонақтар өз рөлдерін ойнайтын театрдай жарқырап тұрды. Жүздеген шамшырақтар хрустальдан шағылысып, қымбат иістер мен жаңа гүлдердің жұпары ауада қалықтады. Айжан үстелдер арасында үнсіз қозғалып жүрді. Қара форма көлеңкеге сіңіп кетсе де, оның көзі шаршағанын білдіріп тұрды. 10 сағат бойы аяқта тұру қадамдарын ауырлатып, иығы ауыр табақтардан сырқырады. Бірақ бойы әрқашан тік, өйткені оны солай болуға асырап алған әкесі үйреткен. Бір кезде оның өмірі мүлде басқа еді. Балалық шағында, үлкен қала маңында кең үйде, бау-бақшалар мен кітаптардың ортасында тұрды. Әкесі профессор, сенетіні сөз бұл күш. Әр жас сайын ол Айжанды тілдерге үйретіп, қиын сөйлемдерді мінсіз шыққанша қайталататын. Сөздер бұл көпір, Айжан, дейтін ол. Олар адамдарды бәрі бөліп тұрған сәттің өзінде де жалғайды. Бұл сабақтар оған тірек болған. Енді ол осында тұр. Өзіне ешқашан тиесілі болмайтын салтанат ортасында қарапайым даяшы болып. Бірақ ақша ауадай қажет еді. Анасы ауыр науқас. Емделуге кеткен шығындар апта сайын көбейіп жатты. Айжан әр ауысымды алып, барынша шыдауға тырысатын. Бұл кеш оған ерекше ауыр болды. Қонақтар тым талғампаз әрі қыңыр еді. Алмаздармен жарқыраған бір салтанатты әйел құрбысына менсінбей сыбырлайды. Бұлар жақсырақ қызметкерлер таба алмапты ма? Айжан тісін тістеніп, жүзін бейтарап ұстады, бірақ жүрегі қысты. Ол бокалдар салынған табақты үстелге қойды. Сол сәтте бай қонақтың даусы естіді. Оның арабша айтылған сөздері мұздай болып шықты. Дауыстардың гуілі, бокалдардың сыңғыры, көйлектердің сыбдыры. Бәрі бір тұтас шудың ішінде естілмей кеткендей. Тек сол сөздер ғана ішін тіліп кетті. Сен сияқтысы. Бұл сөздер үкім секілді болды. Ол табақты жанама үстелге қойды. Хрусталь сәл ғана сығырлап, қорлауды растағандай болды. Бірақ Айжан жанарын түсірмеді. Ол әкесінің жүзін есіне алды. Жарық жанған кабинеті, сөздіктердің үйіліп жатқан стопкасы, әкенің үні. Сөздер жаралай алады, бірақ олар қорғайды алады. Айжан баяу түзеліп тұрды. Көзіндегі шаршауды қайсарлық қалмастырды. Кеудесінде бір нәрсе қысылып тұрғанымен даусы анық шықты. Хрусталь бокал адамды биік етпейді. Ол тек оны ұстаған жанның абыройын ғана көрсетеді. Оның сөзі арабша мінсіз шықты. Залда тыныштық орнады. Күлкі кенеттен біреу дыбысты өшіріп тастағандай тыйылды. Магнат, мұндай олигархы сөзбен әмір етуге үйренген Қонысбай Серікұлы Қасқырбаев креслоның арқалығына шалқая отырды. Сұр жанары кең ашылды. Ол жауап күтпеген, әсіресе өзінің қаруы санайтын тілде емес. Қасында оның қызы Ләйла отырды. Халықаралық қатынастар факультетінің студенті. Ол таңырқап шынайы қызығушылықпен Айжанға қарады. Жасыл көздері изумрудтай жалт етті. Қалған қонақтар бір-біріне көз тастады. Біреу іркіліп жөткірді. Гауһар тасты әйел ернін тістеп қалды.
галстугы қисық байланған саясаткер оны абыржи түзеп Айжанға қараудан қашқақтады. Тіпті осыған дейін бәрінен қаттырақ күлген медиа магнат та тына қалды. Тыныштық ауада ауыр жамылғандай ілініп тұрды. Бәрі Айжанға көз тікті. Ол люстраның жарғы астында қарапайым формада тұрды. Бірақ тік және қорықпайтын жанарымен айрықша көрінді. Қонысбай көзін сығырайта қарап, ернін жайлап жымиды. Бірақ бұл жылы емес, жыртқыш күлкі еді. «Қайдан үйрендің бұлай сөйлеуді?» деді ол орысша. Айжан сәл басын иді. Даусы жұмсақ болғанымен ішінде болат сезілді. Сөздер сый, олар мадақ үшін емес, естілу үшін үйретіледі. Ләйлә алға еңкейе түсті. Даусы таңданысқа толы, бірақ жылы шықты. Сен Лондонда менің көптеген ұстаздарымнан да жақсы сөйлейсің. Қайда оқыдың? Айжан өзіне жұмбақтау жеңіл жымиюға рұқсат берді. Жартылай ашылған, бірақ түгел ашылмаған есік секілді. Жақсы ұстаздан. Үстел басында сыбыр әңгіме күшейді. Біреулер Айжанға ашулана қараса, енді біреулер қызығушылықпен. Қалия танымал сәнқой бикеш ернін жымқыра тістеп қалды. Жемісіндей тізілген үнжулері сылдыр ете түсті. Ол кенет артқа шалқая бергенде. Қонысбай қолын көтерді. Залда мүлгіген тыныштық орнады. Даусы бұрынғыдан да төмен шықты. Бірақ ішінде жасырын қауіп сезілді. Сен қазір не істегеніңді түсінесің бе? Сен мені бәрінің алдында қорладың. Айжан жанарын тайдырмады. Қоңыр көздері өзен арнасындағы тас секілді мызғымас еді. Мен тек жауап бердім, деді ол сабырлы үнмен. Егер шындық біреуді ақымақ етіп көрсетсе, ол менің кінәм емес. Тыныштық соншалықты қоюланып, қолмен ұстауға болатындай еді. Бірнеше қонақ көзін тайдырып әкетті. Ләйлә аузын қолымен жауып, жымиғанын жасыруға тырысты. Кенеттен күлкі естілді. Қатты жаңғырықтай таралған күлкі. Қонысбай шалқалай күліп жіберді. Күлкі үні залды жаңғыртты. Ол алақанын соғып, жүзіне алғаш рет құрметтің ұшқыны шықты. Батыл екенсің, деді ол. Осы залдағы жартысына да батылырақ. Қалай, атың кім? Айжан аздап кідірді. Айжан Мырзабаевна. Қонысбай басын изеді. Есінде сақтап қалғандай сыңай танытып. Айжан Мырзабаева, жақсы есте сақтаймын. Қонақтар бір-біріне қарады. Олардың көзқарасы өзгерді. Бұрынғы мысқылдың орнын енді қызығушылық пен сақтық басты. Олар үшін ол көлеңкелі болудан қалды. Бірақ Айжан үшін мұның бәрі бір сәт қана еді. Ол білді, бұл залдың сыртында оны басқа шындық күтіп тұр. Шоттар, анасын қинайтын дерт, бітпейтін аусымдар. Дегенмен осы бір мезет оған баяғыда жоғалтқан нәрсені қайтарды. Өз күшіне деген сенімділік. Қонысбайдың күлкісінен кейін зал қайта жанданды. Бірақ бұрынғыдай емес, мүлде басқаша. Қонақтардың күлкісі енді жасанды, тартымсыз естілді. Біреу жөткірінді, біреу асығыс бокалына үңілген кейіп танытты. Бәрі өзгерді. Енді олардың Айжанға деген көзқарасында менсінбеу жоқ еді. Оның орнын сақтық пен қызығушылық басты. Айжан қайтадан өз міндетіне кірісті. Бірақ жан дүниесіндегі дауыл басылған жоқ. Ол үстелдердің арасына тұман ішіндегідей қозғалды. Иығында әлде ауыр табақтар, бірақ ішінде жаңа бір сезім пайда болды. Ол тұңғыш рет өзінің даусының күші барын сезінді. Ләйлә бірнеше рет сөйлесуге тырысты. Айжан тарелкалар мен бокалдарды қойған сәттерде. Жасыл көздері шынайы қызығушылықпен жарқырап тұрды. Бірақ Айжан ара қашықтықты сақтады. Қысқа сыпайы артықсыз жауап берді. Бүкіл наразылық жұмысына аударды. Ал інжу маржан сағынған сәнқой Қалия ернін одан сайын қыса түсті. Оның күлкісі суық маскаға айналды. Көзінің қиығы мен Айжанға ашулы, мазасыз қарады. Медиа магнат Ғалымжан жанындағысына еңкейіп, өз орнында емес қыз жайлы бірдеңе сыбырлады. Бірақ оның да көзқарасының құрметтің лебі бар еді.
Айжан өзге адамдардың реакциясына мән бермеуге тырысты. Арқасын тік ұстап жүрді, әкесінің үйреткеніндей. Бірақ алжапқысының қалтасында телефон дірілдеді. Қысқа үзілісте ол оны жасырын шығарып қарады. Хабарлама. Тәттесі Мариядан. Сақтандыру тағы да бас тартыпты. Анасының емі тоқтатылған. Айжан телефонды соншалық қысып ұстады, саусақтары бозарып кетті. Жүрегі шымырлады. Көзіне жас іркілді, бірақ ол терең тыныс алды. Сен мықты болуың керек, деп өзіне түсті әкесінің даусы. Қиын мәтін үстінде жылап отырғанын иығына қолын қойып айтатын. Сөз бұл күш, бірақ үнсіздік те сондай. Айжан көз жасын сүртіп, қайтадан залға кірді. Оның әлсіздігін ешкім байқамады. Тек Ләйла ғана жанарындағы өзгерісті сезіп, сәл қас көтерді. Кештің шарықтау сәті таяды. Қоныспай тос көтеріп, күш жайлы, байлық пен дәстүр жайлы сөз сөйледі. Бірақ кейде оның көзі Айжанға қарай ауып кететін. Сол жанарда менсінбеу жоқ еді, қызығушылық қана. Бәрін шешкісі келетіндей, жұмбаққа үңілгендей. Зал босай бастағанда Ләйла Айжанға жақындады. Қолында алтын әріппен жазылған ақшыл визитка бар еді. Сен менің мастер-классыма келуің керек, деді ол ақырын. Университетте мен халықаралық қатынастардан дәріс оқимын. Бірақ маған сен бізге көп нәрсе үйрете алардайсың. Айжан визиткаға көз жүгіртті. Саусақтары дір ете түсті. Ол визитканы алып қалтасына жасырды. Рахмет, Ләйла. Ойланып көремін, деді ол. Ләйла жымиып кетіп қалды. Оның қадамдары жеңіл, ал көйлегінің сыбдыры судың сыңғырына ұқсап кетті. Айжан залда жалғыз қалды. Үстелдерді механикалық түрде сүртіп жүрді, бірақ ойлары құйындай үйірілді. Көз алдында анасының жүзі, әкесінің жылы күлкісі, люстралардың жарқыраған нұры, қалтасында жатқан визитка, бәрі араласып кеткендей. Қаланың түнгі ауасы оны салқын самалымен қарсы алды. Аспан мен таласқан ғимараттардың шамдары әйнек қасбеттерінде шағылысып тұрды. Ол көшеде үйіне қарай жүріп, визитканы жұдырығында қысып келе жатты. Басында әкесінің сөздері жаңғырып тұрды. Сен кім болсаң да бола аласың. Бірақ бұл әлемге сен үшін шешім қабылдауға ешқашан жол берме. Келесі күні бұл оқиға интернетке тарап кетті. Қонақтардың бірі оның жауабын телефонына жазып, желіге жүктепті. Бейне бір сәтте бейне жазба вирусша тарады. Адамдар оның батылдығын, мінсіз араб тілін, сабырлы күшін талқылап жатты. Мейрамханада әріптестері де оған басқаша қарай бастады. Бармен әрдайым шаршаңқы, бірақ жүзі жылы мирас қасына келді. Енді сен жолдасың, Айжан. Бүкіл интернет сен жайлы айтып жатыр. Бірақ мен баяғыдан сенің жай ғана даяшы емес екеніңді білетінмін, деді ол. Айжан жымиып қойды, бірақ сабырлы үнмен жауап қатты. Рахмет, Мирас. Бірақ мен тек өз жұмысымды істеп жүрмін. Ол басын шайқады. Жоқ, сен ойлағаннан да көп істедің. Сен адамдарды сөйлетуге мәжбүр болдың. Бұл сөздер Айжанның жүрегінде жаңғырықтай естілді. Арада 1 минут өткенде оған жасқаншақтап кішкентай қыз жақындады. Мен сізді интернетте көрдім, деді ол сыбырлағандай нәзік үнмен. Сен батылсың. Мен сенің суретіңді салып шықтым, деді қыз. Айжан суретті қолына алды. Онда жұлдыздар астында басын биік ұстап тұрған әйел бейнеленген еді. Оның сұлбасын от ұшқындары қоршап тұрды. Айжан тізерлеп отырып, қыздың көзіне қарады да. Рахмет, София. Бұл менің алған ең керемет сыйлығым, деді. Қыздың анасы шаршаңқы жүзінен жылылық байқатып жымиды. Айжан суретті мұқият бүктеп қалтасына салды. Оның көз қарасы жұмсарып, жүрегінде көптен сезінбеген жылу пайда болды. Сол түні ол мейрамханадан шығып, жұлдызға толы аспанға қарады. Кеудесі ауыр болса да, көзінде ұшқын жарқырады. Кішкентай қыз бен оның суреті оған елестете алмағандай күш сыйлаған еді. Айжан түсінді. Ол залда айтқан сөздер енді тек өзінікі емес. Олар өзгелердің жүрегінде өмір сүре бастады.
Айжанның оқиғасы бүкіл елге тарады. Оның байға айтқан жауабы бар бейнежазба вирусша тарап әр жерде талқыланды. Журналистер мақалалар жазды. Блогерлер оның батылдығын әңгіме етті. Әлеуметтік желілерде адамдар әділетсіздікке қарсы тұруға қайдан күш тапқандарын өздерімен бөлісті. Біреулер үшін Айжан байды орнына қойған қыз болса, енді біреулер үшін ол үнсіз, бірақ мызғымас күштің символына айналды. Бірақ Айжан бұрынғысынша кезекке шығып тағам тасыды, үстелдерді жинады. Енді әр қадамын көздер байқалайтын. Тек әріптестері ғана емес, мейрамханаға арнайы оны көруге келетін бейтаныстар да бар еді. Бармен Мақсат мұны бірінші болып байқады. «Сен бұл жерді ауасын өзгерттің», деді ол бір кеште. «Бұрын мұнда жай ғана тамақ ішуге, ақшасын көрсетуге келетін. Енді шабыт алуға келеді». Айжан жымиып қойды, бірақ іштей күмәнданды. Ол білді, интернет тез ұмытады, ал анасының еміне кететін қарыздар жоғалып кетпейді. Бір аптадан кейін мейрамханаға ескі былғары көрсе киген қарт кісі кірді. Жүзі әжімге толы, шашы ағарған, бірақ қоңыр көздері мейіріммен жанып тұрды. Ол Айжанды қасына шақырды. «Сен бәрімізді ойландырдың, қызым», деді ол, молынан шай ұсынып. Даусы қарлығыңқы, бірақ жылы еді. «Әр күні ондай батыл жанды кездестіре бермейміз. Сен сол байды сөзін жұтқыздың». Айжан басын изеді, ерні дір етті. «Рахмет, бұл мен үшін өте маңызды», деді ол. Фартугының қалтасында Софияның суреті әрдайым бірге жүретін. Сол кішкентай қағаз парағы оған тұмардай болып кеткен. Қашан шаршаса да соған қарап, жүрегінде қайтадан от тұтанатын. Ай өтті. Өмір бұрынғы қалпына келгендей көрінгенімен, шын мәнінде бәрі өзгеріп жатты. Университетте Ләйла мен студенттер дәрістерді Айжанды талқылайтын. Көшеде бейтаныс адамдар тоқтатып алғыстарын айтатын. Бір кеште ол үйіне оралғанда алтын өрнекті конверт тауып алды. Ішінде Ләйланың хаты. Онда Айжанды халықаралық конференцияға аудармашы ретінде қатысуға шақырған. Ал конференцияны ұйымдастырушы кезінде сол жауап қайтарған сол Қонысбай мырза еді. Айжан біраз уақыт оның сыртынан қарап тұрды. Жүрегінде жылылық пайда болды. Ол Софияның суретін де, мейірімді көзі бар қарияны да еске алды. Бұл адамдар оны жай ғана даяшы деп қабылдамады. Олар бір кездері айтылған, бірақ өшпей қалған дауыстарды көтерді. Түнде үйіне оралғанда ол тағы да Ләйланың хатын ашты. Сөздер жарқырап тұрғандай әлі. Халықаралық конференция. Аудармашы. Қонысбай мырза. Шамдардың астындағы сол кештен де қаттырақ қолдары дірілдеді. Ол түсінді. Бұл мүлдеп басқа әлемге апаратын қадам болуы мүмкін. Бірақ қорқыныш жібермей тұрды. Анасы не болады? Қарыздар көбейіп барады. Ал даяшының жұмысы жаңа әрі қауіпті жолдан сенімдірек көрінді. Ол бірден жауап бермеді. Ойланып көруге уақыт сұрады. Осы арада оның тарихы өз бетінше өмір сүре бастады. Амир келді. Оның шашы қап-қара, көздері жігерге толы жарқырап тұрды. «Мен сенің видеоңды көрдім», деді ол толқып. «Сен маған шабыт сыйладың. Мен де тілдерді оқып жүрмін, және сен сияқты батыл болғым келеді». Айжан оған мейіріммен қарап жауап берді. «Сен қазірдің өзінде батылсың. Өйткені келіп осыны айттың. Үйрене бер, сөйлеуден қорықпа». Жігіт күлімсіреді. Күткені мен үміттенгенінен де артық нәрсе алғандай болды. Ол жеңіл алдымен кетіп бара жатып, қыздың күшін бірге алып шықты. Айжан түсінді. Оның сөздері жай ғана бай магнат туралы әңгімеден әлде қайда үлкен. Енді олар адамды байланыстыратын көпірге айланды. Әкесі айтатын сол көпір. Бірақ даңқмен бірге қысымда өсе түсті. Әлеуметтік желілерде жаман пікірлер пайда болды. Біреулер оны өзін көрсеткісі келген десе, енді біреулер видеоны қойылым деп жазды. Айжан мұның бәрін түнде кішкентай пәтерінің терезесі жанында отырып оқитын. Кейде көзіне жас та келіп қалатын. Бірақ жанында әрдайым Софияның суреті жататын. Ол оған шындық, көпшіліктің айқайынан да маңызды екенін еске салатын. Нағыз сынақ күтпеген жерден келді. Кештердің бірінде мейрамханаға Қонысбай кірді. Ол ешқандай нөкерсіз, дағдарсыз келген еді.
үстелге жайғасып үнсіз кешкі асқа тапсырыс берді. Бүкіл зал тына қалды. Айжан оған подноспен жақындады. Олардың көзқарастары түйісті. Оның көзінде ашу да, мысқыл да болған жоқ. Тек байыпты назар бар еді. «Сен көп нәрсені өзгерттің», деді ол Айжан бокалды қойған сәтте ақырын. «Тек мен үшін емес, бәрі үшін». Айжан байсалды ғана бас изеді. «Мен тек шындықты айттым». Ол ернінің ұшымен жымиып қойды. Кейде соның өзі жеткілікті. Даусы алғаш рет құрметке толы естілді. Сол кештен кейін Айжанның күмәні сейіле бастады. Ол барлық ұсыныстар жайдан жай емес екенін түсінді. Бұл оның алдында ашылған жол еді. Ол ұзақ ойланды. Пәтерінің балконынан жұлдыздарға қарап отырып, әкесінің даусы есінде жаңғырып тұрды. «Сен кім болғың келсе, соған айнала аласың, бірақ әлемге сен үшін шешім қабылдауға ешқашан жол берме». 3 айдан соң ол келісімін берді. Айжан жаңа залға кірді. Енді даяшы ретінде емес, аудармашы ретінде. Конференция бүкіл әлемнің бизнес пен саясат көшбасшыларын жинаған еді. Оның даусы нық та анық шығып, ондаған адамның құлақ қаптарына естіліп тұрды. Ол сөздерді мінсіз араб, ағылшын және француз тілдерінде аударып отырды. Адамдар оны сол бір Айжан Мырзабаевна ма деп таныстырғанда, көпшіліктің жүзінде жымию пайда болды. Ол өзіне бағытталған көзқарастарды сезді, бірақ енді олардан қашпайтын болды. Үзілісте оған Ләззат жақындады. «Мен сенің жеңетініңді білгенмін», деді ол. Айжан оған қарады да ұзақ уақыттан бері алғаш рет сенімділікті сезінді. Бұл сенімділік сыртқа сөздерден емес, өзінің ішінен туып жатқан еді. Оның тарихы енді кездейсоқ оқиға болудан қалды. Бұл оның жолына айланды. Жарты жыл өтті. Айжанның өмірі ол ойлағаннан да өзгеше арнаға бұрылды. Енді оның күндері подностардың артында емес, микрофондар мен құжаттардың арасында өтетін болды. Ол келіссөздерді, конференциялар мен іскерлік кездесулерді аударатын. Оның дауысы құлақ түргендерді әр сөзінен сенімділік естілетін. Ең бастысы, ол анасына көмектесе алды. Жаңа табысының және адвокаттың қолдауының арқасында ем қайта жалғасты. Шоттар енді үстінге құлаған тас сияқты қысым жасамайтын. Ұзақ уақыттан бері алғаш рет оның бойында үміт пайда болды. Пәтердегі қабырғада Софияның суреті ілулі тұрды. Жұлдыздардың астындағы әйел айналасын ұшқындар қоршаған. Айжан әр таң сайын оған көз тігетін. Сурет оған шынайы күш-байлық та, сән салтанат та емес, басыңды көтеріп, қорықпай алға жүруді екенін еске салатын. Оның есімін білетіндер көбейді. Газет, журналдар, мақалалар жазыла бастады. Даусы абыройға айналды. Университетте оның сөздері мысалға келтірілді. Жастар оның кездесулеріне келіп, қарапайым даяшының қалай батылдық тауып, өз тағдырын өзгерткенін естігісі келетін. Бірақ Айжан даңқ іздеген жоқ. Ол білді, ең бастысы өзін-өзін адал болу. Бір кеште ол қазір аудармашы болып істеп жүрген қонақ үйдің балконында тұрды. Қала шамдары жарқырап тұрды. Жел шашын тербеді. Жанынан ләззат пайда болды. Оның изумруд түсті көздері жарқылдап тұрды. «Сен бұл қаланы өзгерттің», деді ол ақырын. «Сен адамдарға үміт бердің». Айжан оған қарап басын шайқады. «Мен тек шындықты айттым. Кейде соның өзі жеткілікті». Ләззат жымиып, оның иығына жеңіл қолын қойды. «Кейде сол ғана керек». Екеуі үнсіз тұрды. Қаланың шексіз шамдарына қарады. Олардың сәулесі өзенде шағылысып тұрды. Айжан әкесінің сөздерін еске алды. «Сен кім болғың келсе, соған айнала аласың. Бірақ әлемге сен үшін шешім қабылдауға ешқашан жол берме». Енді ол бұл сөздердің өз компасы екенін білді. Ол даяшыдан да артық еді. Анасының саулығы үшін күрескен қыздан да артық еді. Ол өз бойынан сөйлеуге күш тапқан әйел болды. Оның тарихы енді тек өзінде ғана тиесілі емес еді. Ол әлде қайда үлкен нәрсенің бөлігіне айналды. Әркімге бір естелік қалдырды. Дауыс маңызды. Ең әлсіз дауыс та дүниені өзгерте алады. Айжан көзін жұлдыздарға көтерді. Жүрегі тыныштықта еді. Ол алда жаңа сынақтар күтіп тұрғанын білді. Бірақ енді ол дайын еді. Зер салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.